Біз сараптама комиссиясының төрағасы мен хатшысының міндеттерін білеміз және түсінеміз. Енді гранттарға өтінімдерді бағалау аясында сараптама комиссиясы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы айтатын боламыз. Сараптама комиссиясының мүшелері қызмет көрсету кезінде оператор мен тәуелсіз сараптама жүргізу бойынша өтеулі қызмет көрсету шартын жасасады. Шарттың талаптары сараптама комиссиясы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін, дауларды шешуді, талаптардың жауапкершілігін және шарт шеңберінде алынған ақпараттың құпиялылығын айқындайды. Сараптама комиссиясының мүшесі сараптама комиссиясының отырыстарына жеке өзі қатысады, құжаттарды қарайды және оларды қағидалардың 41 және 48 тармақтарының талаптарына сәйкес бағалайды. Сараптамалық бағалаудың жазбаша негіздемелерін ұсынады. Өтінімдер мен өтініш берушілер туралы ақпараттық құпия сақтайды. Сараптама комиссиясының отырысына дейін қажетті құжаттаманы, оның ішінде өтінімдер мен оператордан бағалау парақтарының нысандарын алады. Тәуелсіз сараптама жүргізеді. Қазақстан Республикасының қағидалары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтайды. Маңызды. Сараптама комиссиясының мүшелері операторға түсініктемелері бар, толтырылған және қол қойылған бағалау парағын ұсынады. Бұл ретте сараптама комиссиясының мүшесі орталықтың талабы бойынша барлық анықталған кемшіліктер мен ауытқуларды өлшеулі, объективті және бейтарап өтеусіз түзетуге қандай да бір өзгерістер туындаған жағдайда орталықты жазбаша нысанда хабардар етуге, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемеге қол қоюға, пайдалану кезінде авторлық құқықтарды сақтауға міндетті. Бастапқы дерексөзге сілтеме жасай отырып, әдебиеттерден алынған мәліметтер, тұжырымдар, дәйек сөздер және басқа материалдар шарт бойынша қызмет көрсету кезінде адалдық қағидаттарын ұстану. Құрметті тыңдаушылар, біз сіздермен екінші блокты қарастырдық. Үкіметтік емес ұйымдар үшін гранттарға өтінімдерді бағалау жөніндегі сарапшылар тізілімін және сараптамалық комиссияны қалыптастыру рәсімі. Сіздерді әлеуметтік жобаларды сараптау білім беру модулінің байқау өткізу атты 3-ші блогында күтеміз.